Сәлем достар, эфирде айқайлайық жобасы, экранның алдынан алыстамаңыздар. Біз алдағы бір сағат бойы сіздермен бірге боламыз, өте қызық болады. Солай емес пе? Иә, әрине, бүгінгі біздің қонақпен танысып болайық. Енді таныстыруды қажет етпейтін, өздеріміз біз жақсы білетін, кезіндегі жайдарманшы, әйгілі, атақты, сөз тимесі КВН командасының капитаны. Жалпы бұрынғы базар жоқ. Қазіргі әзіл әлемі театрының белді мүшесі, екі ол бір қыздың әкесі. Қош. Және де Бам мешінің жамағаты дейсіз ғой. Иә, қарапайым ғана Медет Досқанаев. Медет, қалай жағдай? Қош келдіңіз, Медет. Рахмет. Творчестводан не жаңалықтар естіп жатырмыз. Жақында сен Орск, Оренбургқа концерт құрайын деп жатыр екенсің ғой өзің. Оренбургқа дайындалып. Орысша. Иә, орысша. Бірінші рет шығайын деп тұрмын, білмеймін енді қалай болады, құдай қаласа. Барып көргеннен кейін белгілі болады. Медет, бірден саған айтатынымыз, біздің мынау жоба, біздің мынау ойын интеллектуалды, ақылды адамдарға арналған деп, сені біз ақылды деп шешіп, ортаға шақырып, бізге қонақ ретінде шақыртып атқан жағдайымыз бар. Ережемен қонақ таныстырайық. Медет, мына жерде бір сұрақ таңдап аласыз. Таңдап аласыз, алайда бұл жерде жауабы көрінбей тұрады. Бәріміз наушникте боламыз, сол наушникте әуен айтылады. Жоғары дауыста әуен болып, біз бір-бірімізді естімейміз. Сіз сұрақты оқисыз. Егер сұрақтың жауабын білмейтін болсаңыз, сіз мимикамен қалай болса да солай әйтеуір бізге түсіндіруге тырысасыз. Біз мынау музыка біткеннен кейін бәріміз сұрақтың жауабын жазамыз. Егер де бәрімізге бесеуімізге бірдей болатын болса, онда біздікі дұрыс болып есептеледі. Егер де ол біреуміз көбінесе мысалы қанатқа дұрыс болмай жатады, жөн тыңдамайды себебі бұл. Бір адамдікі дұрыс болмайтын болса, онда қалғанымыз есітмейді, ол сұраққа болды. Сосын біз бір ескертетін жай, біз бесеуіміз бір топпыз, бір командамыз. Бірдей, ымға түсінбеген, дымға түсінбейді дегендей, біз бір-бірімізді ыммен, жестикуляция, мимика, түр, ерінің сөйлеуі, солардың бәрін қолдануымыз керек тағынан біздің жауаптарымыздың бәрі сәйкес болу керек. Бесеуіміздің де жауабымыз бірдей болып, дұрыс табылса ғана жауап есептеледі. Бір адамдікі дұрыс емес болса, онда жауап қабылданбайды. Көп сөзбаймыз онда. Егер жауапты тауып атсақ, бір қуаныш белгімен бәріміз бірдей не істейміз? Белгі береміз. Қызылмен бітіргем оқуды, мектепте, университетте. Мысалға, футболистер гол саған кезде тойлайды ғой. Тойлау жалпы, қуанышты білдірту. Мен өзім футболдың жанкүйерімін. Ай, бәрекелді. Ішінде ол Рональдино есімді футболист қатты жақсы көрем. Соның гол саған кезде бүйтіп тойлайтын несі бар? Егер де дұрыс табатын болсақ, осылай. Не бұл? Осылай? Жоқ, осылай дауыстап қоштау. Екі шиша деген сияқты. Деп қоштау жіберсек. Да, кет. Медет. 1, 2, 3. Дұрыстау алмай қалсақ ше? Дұрыстап қалсақ бұлай. Онда болды, көп сөзбайық. Бірінші сұрақ, кеттік. Көше? Медет, егер сұрақтың жауабын білмесеңіз, сұрақты түсіндіріңіз. Өзге тіл. Өлең. Әнші. Тіл дейма не дейді? Қызыл бар. Тілі бар, әнші бар ау. Тілі жоқ әнші. Асып кеткен. Өзге тіл. Тіл. Көбірек. Тіл. Тілді көрсетемін. Опера. Тамада. Қарны бар. Өзге тіл. Басқаша тіл да, басқа тіл. Өзге тіл. Тілі жоқ, тамада немесе. Стоп. Жазыңдар. Жазайық. Не жазам? Бір нәрсені ескертейін. Мен вообще не істемеппін ғой.
естемедім. Не дейді? Не болды? ой болды уже Болды уже. жаз қадалайын деп тұрмын ғой мен сұрақты дұрыс оқымай миларын ашып беріппін ол енді Болады ондай медет тойда жүрген жоқсыз ғой. жазып болдыңдар ма? не түсіндіңіздер не түсіндірдің Мен медетті мен бір тілі жоқ бір әншіні айтып жатыр ма деп ойладым ана жерде. тек мазақтап өттім болды мен ше вообще дұрыс түсіндірмеген сияқтымын Бете береді мен бұндай. Сәкен, сенен бастайық, не жаздың сен? Мен шынымды айтсам, Аш көрейік. жігіттер, Аш. ештеңе жазған жоқпын. Мүлдем түсінбедім. Түсінбеген. Мен тілі жоқ адам деп жазуға дәтім бар ма? Мылқау Мұңқау деп жазбайсың ба? Менде вариант жоқ жігіттер. Бұлдай. Қанат. Жоқ, мынау мақұл, мынау деген мен ойладым, бір қарны бар, бір мынандай сондай адам жай тілін көрсетіп жатыр. Сөйтті да, тілі ұзын дәу адам деп қойды. Маған анық айтып жатыр ғой. Тілі жоқ, тілі. абай сенші Менікі өзге тіл, мен миыма басқа ештеңе келмеді. Мен айтып жатыр, бұл айтты маған. Өзге тіл деді. Мен басын өзге тіл деген кезде ше, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп айтып жатыр екен деп ойладым. мен де бір мақал жаздым өнер алды қызыл тіл мен ошым бар ғой негізінде вообще Сен не жаздың? Сен не жаздың? Қызыл? При чем тут қызыл? Мен де сен қуасың ба? Сұрақты оқышы енді. Сұрақ. Мынау не биіктің да. мен просто бар ғой ана үлгеру керек не істеу керек дегеннен кейін ана уақыт беріледі дегеннен кейін мен асығысып кеткенмін да тез Жоқ, мынау не қызылға мынау? Не қатысы бар сен? иә бұл өз түсінбеді біз өз түсінбеген нәрсені енді біреуге түсіндіре алмай Егер жауабын білмесе, сіз сұрақ түсіндіруіңіз керек. Сұрақты оқышы. Сұрақты оқыңызшы. мен ғой жауап бәрі білем просто Мен ашып сұрақ қандай сұрақты оқиды Өнер алды қызыл тіл. өнер алды қызыл тіл ғой Қызыл дей салмайсың ба? Мынау дей салмайсың ба? Мынау дей салмайсың өнер ба? алды дегенді Абай бұл қызыл емес, бұл оранжевый. Какая разница? Қызыл деген түсіндіруге болады деді қызылды. мақалды түсіндіріп иван мен тауыппын ғой онда Тоқтаңыз, жауабын көрсеңізші сіз. жауабы қызыл да басқа не көрейік өнер алды Қызыл деген болды, қызыл болады. Жоқ, енді маған тіл көрсетті. Қызыл цвет қайда? Мынау қайда? жоқ өнер алды қызыл тіл деген түсіндің ғой брат мен түсіндім бе мен қызыл мен өнер алды қызыл тілді Мен де солай ойладым негізі. Ай, түсіндім. Не енді соны бізге анда айтпайсың. мен де соңғы Охрана. негізі бірақ медет ренжіме бұл оңай сұрақтардың бірі болды деп ойлаймын өте оңай Тілі ұзын дәу адам дегенді жырта салайын. мейлі өкінбек бізде енді 7 сұрақ супер Жеті сұрақтың біреу кетті, 7 сұрақтың біреу кетті. асық күйдіріп алдым мен асық бой оқиыншы Жоқ, сен мақұл ғой, мен мынау не? Мынау жоқ, мен мынаны түсіндіріп. алды деп тұр ғой алды деп тұрмын ба алды өнер адамымыз деп атар Қызыл деген сөзді айтуың керек еді, бірақ сөзді қызыл мен бол. соны түсінбей қалдым мақал түсіндірді түсініп қалдым жарайды Менде қызылға көрсетпедіңіз ба бұлай? бірден көрсететін нәрсе ғой Анау бірден. сәкен медет бұл бітті кетті бұл жауап есептелмейді кешірім сұрайын бір сұрақ күйді біз келесі сұраққа көшеміз Маңдай. Индия. маңдай Покер, карта. Маңдайға жазылған Карта, көресің дейді. покер. Маңдайға жазылған көресің дейді. Валюта. Индия. Единица. рупи Рупор. р Валюта. Не? Валюта. рупия Рубия. р у п и я Рупия. Индия. Қытайлардың ақшасы. Рупия. Валюта. Қытайлардың Индия халқының валютасы. Индиялар, дұрыс. Индиялардың ақшасы. Рупия. Рупия. Абай, бір Индия. Рупия. Болды, тоқтаймыз, жазамыз. ойбай бұны дұрыс түсіндік ау Ай, осы дұрыс болады ау. Осыда бір нәрсе бар шығар. негізі снайпер жайлы айтып жатсам
снайпер десе снайпер туралы айтып отырсың. тайжан сенен бастайық. Так, мен бүйткеннен кейін әрине Индия жақ деп ойладым, мен рупия. Мен ше мүлдем басында ше түсінбедім оны ше. Мен басында покер. Басында битті да бұл ше. Битті да. Индияда ғана ғой точка. Битті да битті. Мен сосын басында не дедім? Мен тағдырыңа жазғанды көресің дедім бәрібір. точка. Сен мына жерді көрсетпейсің, сен мына жерді көрсет. Бүйтіп көрсетпейсің Мен кейін бе? мынадан түсіндім ба кейсе мынадан. Иә, кейін сен бүйттің. Бүйттің да, мына жердегі не ол? Индустар мына жеріне жақпайды, мына жеріне Я жағады. примерно осылай қылдым да и Жоқ, бірақ түсіндің ғой. Мен мынаның Индия екенін түсінген жоқ. Кім арқылы түсіндің енді? Мен сен арқылы да Индия екенін түсіндім, бірақ Мен биттім ғой мен саған, ақшасыз дедім ғой. Енді? Жоқ, не деп жазды? Адамды күйдірмеші, не деп жазды? мынаны уже картама деп қоямын дедім да, картама дедім. сен и так бүйтіп көрсеттің ғой менен. Одан кейін биттім. Одан кейін битті ғой. Иә, одан кейін биттім. Жоқ, мен сен мынауыңды түсінбедім. Жоқ, мен қой, не Менде деп абайда жазды? күмәнім жоқ, ол дұрыс жауап жазды явно. Жоқ, сен кейін биткенде айтты ғой сен, не деп жазды? Абай, Адамды көрсетші. күйдірмеші. Джокер. Қой, мүмкін емес. Сенбеймін. Ай, бәрекелді. Қат? Қалады. Сен сұрақ түсіндің ғой. Снайпер деді ғой. Бам мешітінің жамағаттары әйтеуір бір нәрсені дұрыс істеу керек шығар өмірлерін. Қалай түсінесің, бүйтіп индийский сияқты биледің ба? Жоқ, мен мына жақта Абайдың и Дәнекердің бірден бүйтіп түсінген не істедім. Мен мына жерде қалға біреуді Одан кейін уже басқаларында уже ауызбен кеттім де бүйтіп былай түсіндіріп ше бүйтіп. Бірақ енді сен жаңа Қанат көрсетші. Жоқ, мынау не мысалы мынау? бұл теңге. Мен басында покер картамын деп ойладым. Қанат ашса я жауабын көрсе. Айо-раде! Мына жерден несі бар? Мұхаббатты өлең айтып билеп жүрген рупия ғой. Сакеш. Мен интриганы созбай-ақ қояйын, бірдесін көрсетейін, иә мен. Иә, снизу соғылып кетті сендер интригалар. Жауап дұрыс жауапты көрейік. Сұрақты тыңдай бір Сұрақтың жауабын кейін анық. Үндістан валютасы. Дұрыс жауап? Дұрыс жауап. Жауап Кәнеке. рупия. Көрсетіп қояды, мына Үндістан валютасы рупия. Бәрекелді. Таптым ау. Асықпай оқу керек екен ғой. Бір сұрақ табылды. Иә, енді алда 5 сұрақ қалды. Жігіттер, босаңсымау керек. Дәл осылай бір-бірімізге түсіндірейік. Бірақ сен енді андырларшы, мен енді сен шлейм, мына жерді не алмай, мына жерді. Енді осыдан баста шоңға ма қазір келесі сұрақ. Екіден де өліп ұтып ататым қазір. Болды, кетті оны. Сақтап қоя берейін суреттерін. Қызыма апарамын ше. Лақтыра бер. Мына суреттерін Ал өзіме. біз келесі үшінші сұраққа көшетін боламыз достар. Кеттік. Жылдам. Ой, мына ойланды ғой, братла. Так, 9 құмалақ. Қой, құмалақ. Қой, құмалақ. 9 құмалақ. 9 Құмалақ. Тасы, тоқта. Тоғыз құмалақта қанша? Құмалақтың тасы не дейді дейді? Құмалақ дейді ғой, құмалақ. Жоқ, қанша? Құмалақ дейді, құмалақ. Қанша? Не ол? Құмалақ. Тоғыз құмалақта қанша құмалақ? 9 құмалақтың тасы ма? Стоп. Блин. Наушниктерді қоямыз, жазамыз. Жазайық. Мен онда Жаз. өзімді білмеймін жауабын. Жоқ. Барынша түсіндіріп деп ойлаймын. Түсінді ғой, барлығын түсінді, бірақ Не деп жазамыз енді оны? Блин, мен соңғы моментте дұрыс не алмадым ба? бөлек сөйлесіп кеткендер жатты меніңше. Үшеуміз бөліп аламыз, Бұл екеуі тойлап отыр ғой, кәдімгідей таптық депші, сөйтсем, мен де сөйтіп таптым екен десем ше, мынау маған бүйтеді ғой.
не дейді соны дейді мен музыка соңғы бітейін деп жатқан кезінде мен де соңғы моментте сөйтіп түсіндім. сондай болды ма? Дұрыс түсініп дұрыс па? рано жазсаңдаршы бірінші жазсаңдаршы расслабились. Сұрақты соңына шейін түсіну керек қой. жоқ, негізінде мен мына жақ екеуі бірден түсінгенге қуанып осы жаққа бұрылып отырмын ғой. Сол жаққа қарап мен мынаған құмалақ түсіндіре қой, мә соны. Қол 9 құмалақ деп бүйтіп жатыр қолын. Қайда мен құмалақ түсіндіріп жатырмын ғой. и сен о құмалақ қайтып түсінде сен бүйткеннен о құмалақ сен не құмалақ Бірінші қойды түсіндіріп алдым. Тезек деп түсініп жатқан шығарсыз сөйтіп көрсеткеннен кейін. мен. жоқ мақұл енді осы жолы енді қанаттан бастайықшы қанаттан бүйтіп қойсақ иә бірден түсінді деп ойлаймын. бірді суреттен көрейікші жоқ сурет жоқ бұл жерде. Мен сұрақты онда соңына дейін түсінбедім ау. Мен 9 құмалақ деп жазып қойдым. Мен жауабы осы шығар деп ойладым. Мен түсінгенім бойынша 9 құмалақта қанша құмалақ? Дұрыс па? жоқ сұрақты оқышы көрейік Сұрақты оқышы. Болды ма? Жауаптар жазылып тұр ғой. Жоқ, сұрақты оқыңыз, әлі жауап беріңіз. Сұрақты оқыңызшы. 9 құмалақта неше тас бар? Майо. Неше деп өлдім ғой. Бүйтіп сұрақ берген. Неше тас? 9 құмалақ құмалақ. сияқты түсіндіріп кеттім ба бірақ? короче бар ғой онда мен қателестім бұл маған айтты 9 құмалақтың анау бүйтіп ойнайтынын деді да ойнайтын деді не деді мен пожалуйста құмалақ деп жаздым Ой. Жоқ, маған кән 9 құмалақ дедім ғой сен бірінші құйрық дедім мен. Қойдың құйрығы ма деп. 9 құмалақтың тасы. Дәнекердің құйрығы қойдың құйрығына ұқсамайды ғой. Сұрағына жазып, зарик дейді, зарилятор дейді ғой. 9 құмалақтың тасы. 9 құмалақта зарик болмайды. зарик болмайды ғой ол нарда ғой Зарик деп шештім, менің ойым сондай болды. 9 құмалақта зарик. Бірақ енді 9 құмалақта 9 құмалақ болмайды ғой, дұрыс па? 9 құмалақ деп ол ше просто бізді сұрақпен алдап отыр ғой 9 құмалақта неше құмалақ болады деген значит 9 құмалақ болады Негізі ше жігіттер 9 деп ойлаймын ол логика 9 құмалақта құмалақ көп болады. 9 құмалақта көп болады. Тасы көп болады. мен есіме түсті 182 болады Ой, 182 болады мен мен есіме 9 түсті құмалақта 99 жазып жібердім. қанша 9 құмалақта 99 тас деп. Менде 99 тас бар шығар деп. 99 емес па? мен енді есіме түсті ше баяғыда мен 17 жыл ма 9 құмалақ ойнағанмын ғой Тұр, жігіттер былай қылайық. Енді әркім әртүрлі түсінді ғой. Енді сендер кішкене жауаптарың дұрыс. Ең басты қонақ сыйлау керек қой. Қонақ не жазса сөйтіп жазу керек қой. Көрейік. Жауабын көрейік. Алу қиындау екен. Сәкен сен көріп қойдың ау деймін. Жоқ, көрген жоқ. Мен бірінші жаздым. Дұрыс түсіндіре алмаған айып етпеңіздер. Мен не деді? Оны 182 не бар екен? 7 сұрақтың екеуін таппадық, біреуін ақ таптық. Біз мынау түрімізбен негізі супер ойынды қалай өткіземіз? сұрақты негізі жөндеп қою керек. Неше сұрақ қалды? Мен барынша жеткіздім мен. Екінші сұрақтан кейін кішкене өз Ауызбен айта бер сұрақты ауызбен. Жоқ, мен уже екеуіңді түсініп алған. Бұл сұрақты жақсы жеткізді. Қанат, бұл сұрақты жақсы жеткізді. Сұрақты жақсы жеткізді. Мен түсіндім, бірақ мен білмедім қанша тас бар екен, бірақ сұрақты жеткізді. Сіздер соңына шейін тыңдамай қуанып кеттіңіздер. енді өзің сен дұрыс түсінсең маған түсіндірмейсің мен білемін ғой 182 деп айтып отырмын ғой мысалға жоқ оны ше мен дұрыс түсіндіріп отқаным өзінде мен білмеймін ғой жауабын. жарайды жігіттер, Біз білеміз ғой. жоқ сен неге маған соны түсіндірмедің мен жабылды сіз ойынның бәрі алда. Сұрақты жақсы түсіндіңіз, бірақ жауабын білмедіңіз. Белгілеген уақытта жауабын білмедіңіз сіз. жоқ білдім ғой 182 деп айттым Кейін уақыт өткеннен кейін барып есіме түсті 182. Әлде де бізде бар, үміт бар. Бізде әлі жауап берілмеген 4 сұрақ бар, дұрыс па? Иә. Ал, достар, Төртеуін жұлып кету керек болып тұр. Достар, біз уақыт созбаймыз, біз 4-ші сұраққа көшеміз. Жол. Үш би. төле би қазбек би дұрыс екінші қазбек би әйтеке би Қазбек би. үшіншісі қандай үшіншісі қандай үшіншісі аты кім әйтеке би Әйтеке би төле би.
үш бидің аты ма? Үш бидің аты ма? Үш бидің аты Айтеке би, Төле би, Қазбек би. Топас екен ғой, Айтеке би деймін. Айтеке би, Төле би, Қазбек Айтеке би. би. Айтеке би. Айтеке. Ей, Михош. Айтеке би. Айтеке би. Үш би. Айтеке би, Айтеке би. Үшінші би, Айтеке би. Стоп. Өлем мынау. Осы сұрақ дұрыс шығар. Бір адамнан қорқып тұрмын да, бірақ мен. Менен емес шығар. Ой, сен де болып қалуы мүмкін. Ал мен енді өзімнен бастайын, өзімнің түсінгенімді айтайын да, бірінші очередь қазір Қанат жазып болсын, Сәкен жазып болсын. Маған медет наушнигіңді ала сал. Естіп жатсың ба өзімен? Сұрақты әлі оқып отыр. Басқасын шығарып Дұрыс тұрма қазір. жеткіздің ба деп. Салмай қойш, бұл да бір, ой, сурет салады, біздің Қанат суретін салып береді дегенге салып кетпей, қазір қате болып қалсын ше. Шалдың суретін саламайсың ғой деймін шамы. Дұрыс жауап болса мейлі ғой енді ол. Дұрыс болатын сияқты ғой. Уверенно салып. Мен енді өзімнен бастайын. Маған айттың дұрыс па? Қазақтың үш би дедім, дұрыс па, иә? Төле би, Қазбек би, Айтеке би. Айтеке би ғой, дұрыс па? Айтеке би. Айтеке би? Үшінші бидің Сен аты. неғып сен сәл бір қарап та айтсайын. Жоқ, айттым ғой ең соңында. Ең соңында, ең соңында айтасың. Дедім ғой. Жоқ, мен бір негізі басты түсіндіргеннен Жоқ, бастап. басында битті ол. Битті де, битті мен үш битті айтып жатыр ма деп ойлаймын. Битті де, үш бит туралы айтып жатыр ма деп. Сен би деп түсіндім. Мен уже билейін десем, уже биге кетіп қалайын. Ол шатастырасың негізі. Ол шатастырасың. Одан кейін мен Абайдың сразу түсінетін білдім да, үш дедім да. Қайталап айтшы осын. Абайдың сразу бірінші Абайдың сразу түсінетін түсінетін білдім да, үш. би деді, үш би сразу мен түсіндім. Жоқ, мен үш би деген екен, мен үш бидің бәрін сұрап жатқан шығар, соның атауын деп мен үш биді де жаза салдым. Айтеке би, Төле би, Қазбек би деп. Қанат Бірақ енді дұрыс емес жауапқа жатпайтын шығар, себебі ішінде Құдайға дұрыс шүкір жауап бар. оқығанбыз ғой міне. Айтеке би деп жазып. Қанат негізі мен Қанат түсінді. Енді заңгеріміз ғой, қателеспеу үшін Жауаптарым сәйкес келді ма? Әдемі. Сұрақты оқиық. Жоқ, Сәкендікі иә, ол дұрыс жауапқа жатады не? Дұрыс жауапқа Ішінде жатады ма? бар ғой. Енді оны Төле би, Режиссер шешер. Қазбек би, үшінші би. Кім деп қойғанда? Қазір Қасымхан деген шықса иә. Айтеке би. Қорқытшы, мына жақта режиссер, редактор отырып алып, жаңа анау үш биікті жаз деп айтқан жоқ біз деп, мысалы қызыл жағы жағып жіберетін шығар деп ойладым Қатеге да. жатпайды бар ғой. Бірақ егер де Ойнамасаңдар ше. Айтеке биді жазбай бір Қазбек би жазғанда жалғыз өзін, онда қате болады. Онда қате болады. Есеп 2-2. мұндайды на всякий случай дейді бұндайды. Жігіттер, 7 сұрақтың біз екеуін таппадық, екеуін таптық. Дәл қазір. Ол жақсы жетістік. Әдем. Біз онда 5-ші сұраққа көшеміз. Ай, болсай. Әнші. Қазақстандікі. Қазақстан. Шымкенттікі. Ернар Айдар. Фамилия. Не айтып жатыр мына? Әнші, гастроль. Динара. Әнші емес па? Жауап білмесең сұрақты түсіндіріңізші. Жауап білмесең сұрақ. Қырықбаева. Роза Рымбаева. Диета. Динара Қырықбаева. Диета ма? Әнші ма? Жайна? Әнші ғой. Не дейді? Білмеймін, әнші. Диета. Стоп. Наушниктер шешеміз болды. Не күле береді? Жоқ, мен Біреуін бір жер ашып тұрма. негізі қиын да просто ұзақ. Жазамыз. Болды, обсуждение бітті. Жазамыз. Вообще білмеймін енді ол
дұрыс түспейтін жауап жағы. айттым ба сұрақ айттым ба өзі бекер келдім ба деп тұрсың ба мен деп. Жоқ, Ja. маған қызық болып жатыр бұл жерде енді қазірше. Ох. білмеймін не болған өзім де түсінбей жатырмын бар ғой не мен вообще түсінбедім бар ғой меніңше қалай түсіндіріп не түсіндіріп жатқандар мен түсінбедім түсіндіруімше жоқ мынау не Жоқ, ортасында бітеді ғой там, мен намаз оқып жатыр ма деп ойладым. Бір әнші намаз оқып жатыр. енді сен Жоқ, бүйтеді да одан кейін бүйтіп жатыр ғой. Андай қалай айтсам болады өте түсіндіруге қиын білмеймін қазір мына сұрағын оқып болғаннан кейін сендер қай түсіндіретіндерін көрсетіңдерші мақұл серьезно айтамын давай кім не түсінді мен ең соңында қанат бір адам негізінде дұрыс келді топтың атын тапты да бірақ ол ары қарай деген ұзақ қой в общем содан кейін ғой бардак болып қалдым мен онда ананы вообще басқаша мен негізі мен негізі білген екенмін ғой негізі ең соңында бір нәрсе музыка білген өшкен екен кезде қойып қойсыңдаршы кәдімгі музыка өшкен Мен әлі жазып жатырмын. сен кәдімгідей бәрін ол Творчество, болды. мына негізі дұрыс емес сразу бірден жазу керек обсуждение наушник музыка біткеннен кейін бірден қою керек мен жігіттер шынымды айтсам сұрақты мен до конца түсіне алмадым да мен Динара деп жаздым білмеймін Динара деп при чем тут Динара ана аузына қарасам Динара деп тұрған сияқты ғой Ой, Динара деген Сен Нұргүл деп жазсаң жарасатын еді да Дәнеге. кім Нұргүл ал деп Динара жазсаң кім ал жарасатын. Қырықбаева жоқ не мен саған веб көрсетіп қазір жатыр сен Динараны көрген жоқсың Динара кешірші жаңағы мен әзіл деп жатырмын Бұндай әзілің құрсын. Кан. сен не дедің сәке Мен масқара көрсетпей ақ қойыңызшы. Николай айта Енді ана сіздің түсіндіргеніңізге қарап. Енді әнші деген топ дедім ба, в общем топ 91 дедім ба, сонымен сөйтіп міне топ 91. вообще түсіндіре алмай при чем тут 91 деп көрсетіп жатыр ғой анық сен айтты ғой семіз әнші сен деді кім дедің ал мен қара битті қара дұрыс па Ол әнші. деді да дұрыс па толық жігіттер сен биттің дұрыс па біздікі деді да мен біздікі жасұлан шығар деп диетадағы жасұлан базарбаев келді ғой міне ары қарай мен айтып жатырмын ғой егер де адамның сұрақта аты жасырылатын болса топтың аты жасырылатын болса мен түсіндіріп алуға болады еді негізі оның ішіне Негізі мойындаймын. сен Қиын сұрақ. диета деген екенсің ғой мен оны Динара деп естідім диетада деген жоқпын мен Лейла дедім Лейла деген кезде мен сенің аузыңнан Динара деген сөзді оқып үлгеріп содан кейін күліп кеттім ғой мен түрге қарап тұрып Лейла десе при чем тут Лейла деген әнші жоқ қой Лейла деген ән бар ғой ләйлә мен оны почти тауыппын ғой мен тауыппын ғой міне әнші диета міне диета тобы семіз әнші сұрақты оқиық бәрін қай түсіндіретіндерін айтшыңдаршы просто Сұрақты оқы. Сұрақты оқы. Ал жоқ. біткен ғой в общем қиын ғой мынау кәдімгі атақты әндегі Лейла қай қаладан Шымкентке келін болып келді Қай қалам Тараз деп айтпайсың ба Тараз шаһардан Шымкент шаһардан шымкент шаһардан Армани солардың бәрі сол аманғалилар тұратын қала деп айтпайсың ба мен просто жауап қай қалай жауабын аш сен көрейін сен қоя тұр сен не дедің мен жауабын көрейін Өз дұрыс жазған. Өз дұрыс жазған. Тараз деген Тараз демейсің мен. маған қарасаң мен де мынау егер керді қиын болатын болса былай қолмен де түсіндірсең болады бес әріп деп жазыңыз Бізде Абай ерінен оқи алады. Тараз десең. мен ше былай келгем ғой абай в общем ше Тараз шаһары Шымкент шаһарда дегенді айтқысын келтіре алмай жатырмын ғой соны вообще айқайлап жатырған сөйткем ғой мен уже ән сразу Лейла деген түсті да Тараз шаһардан деген қайырма кетті да Тараз шаһардан Шымкент деп айтып жатырмын ғой Шымкент шаһардан Тараз деген тау деген нем ғой мен просто қаланы түсіндіріп жатсам болады екінші рет сол қателік жасап Жоқ, бұл шатастыратын сұрақ. жауабын Тараз түсіндіре салмайсың ба сен не аласың ол Лейла диета кезде Тараз. өзімізден кінәлі өзімізден табатынақ сұрақ еді негізі Динараға жол болсын жоқ мен Лейла
Лейла десем түрме аратып, Динара. жоқ әнші деді сонымен не қаяқтан жоқ әнші болғанда мынандай деп айтты ғой сразу Ең соңында диета блузка өшіп қалғанда диета дедіңіз. дәнекерге диета қарап деп айт. бәрібір сенікі де дұрыс емес қой диета емес қой жауабы тараз ғой сұрағы сондай болып тұр ғой диета әнші деп тұр ғой тараз деп Болды. ақырада үш жауабымыз дұрыс емес болды жігіттер Екі сұрақ қалды ма? екі ақ сұрақ Сонда да енді үмітімізді үзбейік. Сіз бүгін так жігіттер стоп болды тоқтаймыз дәл осы жерде бізде кезекте 6-шы сұрақ кеттік жылдам ежелемей бозай сен мына біраз оқыды ғой. бозай жарты біраз оқыдық мына сұрақ. уақыт өтетін болды. Медиа жауапты білмесең сұрақты айтшы. Аяз ата не ал деді алдар көсе алдар көсе алдар көсе алдар көсе алдар көсе Алдар көсе. алдар көсе Алдар алдар көсе. көсе алдар көсе астана алдар Қанат, қанат. Дәнекер, алдар қанат. көсе Алдар көсе, қанат. алдар көсе ана төре Дәнекер. алдар Ей, көсе мынау. ақан сері алдар көсе кино мультфильм алдар көсе алдар көсе Дәнекер. өлі жазамыз жігіттер жазамыз Айтуға болмайды бұдан кейін иә? Ештеңе. жазамыз жаз Айтқым келіп тұр. Түсіндіре алмадым ба тағы. Қанат брат, вообще түсінбедің ба? Мен ерден оқып қойдым абайдың. мен әжептәуір түсіндіріп Әжептәуір отырмын негізі үйінен бұрай. жақсы әдемілеп Әріппен қойып береді ғой. жауап. әттен кезінде сүйісіп Жоқ, мынау не? Мынау не бұл? мен кино Ол артық болды, абай. Ол артық болды. ол. Кино деп ойлап қалды. Алдар көсе жақсы айт. Качок біреуді көрсетіп жатыр. Ана бір қанатқа қараса алдар көсе қойды. Бұл қанат деп түсінетін шығар деп ойладым сен. Үшеуміз қанат үшеуміз алдар көсе Енді анда-санда алдайтын бар. Брат, ерінен вообще оқи алмайды екенсің. Мен қарамай қойын енді саған қарай. Аузым айырылып кетті. алдар көсе деп жатырмын а мен оны не деп естідім айтайын ба ақан сатаев деп естідім мен саған айттым ғой мультфильм деген түсіндіңдер ма мультфильм деген мен түсіндім кино деген мультфильм ары қарап алдар көз саған бит түсіндіріп жатыр ғой міне қарсы бит түсіндіріп қанат Ол любой адам болуы мүмкін. Ол Шрек те болуы мүмкін ғой бүйтпей. шрек деп айтатын едім ғой мен енді шректі деп түсіндірмей жүрмін мен шрек көсе дегенді бүйтіп түсіндіруге болмас Керемет. Бірақ зуылдат жерінде мен түсінбей жатқаннан кейін. Ақан Сатаев деп айтқанда алдар көсе деп шығарады негізі. Ақан Сатаев деп сен қанат сен не деп түсіндің мен ақан көсе дейтін жоқ мен бірінші айтөре Жоқ, айтөре емес. айтөресін естіп кейін есе айттым ғой бүйтіп мультфильм шынымен түсінбедің аю ма айтөре ма қандай мультфильм Шынымен бар түсінбедім. түсінбедім түсінсем енді ақан сатаев деп жаздым мультфильм алдар көсе ой молодец Жоқ, бар ғой. жоқ бірақ сен жанында отыр именно сен түсінбей қалғаныңды айтамын да мен мен ең соңынан түсіндірді ғой маған уақыт жетпей қалды ғой мен түсінемін деп Ерден саған оқыдық қой. 30 секунд түсіндірдік мен алдармын алдар деп айтпайсың ба Жоқ, уже мен биткенем әнші деп кетті. құрманғазы дедім күйші сен маған түсіндірдің мен сразу дедім түсінемін мен кино деп айттық қой алдар көсе былайынан сразу кино емес ана мен ақан Кино ғой сері деп енді. жазамын Жоқ, дедім да қанатқа соңыма мен түсіндіріп ақан жатырмын да мен. Қанатқа түсіндіріп жатырмын. Жоқ, қанатқа түсіндіріп жатырмын да ауызбен. Не түсінген, не түсінбеген білдірмейді де түрмен. Деп тұра беріп, содан кейін көшіп, мынаға көшіп кеттім да. Мен шынымды айтсам дәнекерге таң қалып отырмын. Қанша минут ұтылды бұл дұрыс жауап ше көрмей ақ қоямыз ба Дұрыс жауап көрмегенде Сұрақ тоқта сіз Вообще дұрыс емес. ашсаңшы менде де алдар көсе. Мынандай деген да қазақ ауыз әдебиетіндегі ақылды, айлакер, зерделі қу
не алдар көсе бетіне ғой. жүн шықпайтын кейіпкер. алдар Бетіне көсе жүн шықпайтын деген емес, сақал шықпайтын шығар. бәрібір ғой енді жүн сағал. Просто мына жерде қазақ әдебиетіндегі ашшы қу адам дейді. ашшы енді жауабын ашшы ахан затаев сөйтсек баса қу емес ә алдар көсе деп қойыпты ғой Дәнекерге қарап сеңдерші. ахан затаевқа сеңдер ей бәріміз жоқ қарашы бәріміз түсіндік те сен неғып именно мен ең соңына маған ешкім қарап отқан жоқ ең соңына келген кезде уақыт бітіп қалды Мен абайға түсіндім. Сразу саған қарай көштім. Медетше мен вообще игнорировать етіп сразу абайға түсіндірдім. Мен бүйтіп тұрып екеуі сөйлесіп әңгімені кең құрып отыр. Мен әйтеуір іліп алып жатырмын арасында. ауыздан оқып үйрену керек те Бізге де қараңызшы мен дедім. айта берші мен сразу түсінемін мультфильм түсіндім ары қарап бітіп қалды ғой Болып бірақ сұрағым қалды ма? бір-ақ сұрақ қалды қанша біз екі-ақ сұрақ так 4 сұраққа жауап бере алмадық иә 4 сұраққа 4 сұраққа жауап бере алмадық бір сұраққа жауап берсек болды ғой үш сұрақ Тоқтаңдар, 3 минут, хотя бы 3 минут ұтайық супер ойынға. Мынау болмайды мынау. Давай түсінуге тырысайық. Енді екеуің бір командада ойнағасыңдар, саған түсіндірем. Сен Дәнекерге түсіндірші, сахнада бірге жүргенге сразу. ұзақ отыр да Біз қана екеуміз бір бәле. Иә, мен Бір түсіндірем. бәле бір жетіп мен аламыз. сразу түсініп аламын ауызбен айтсаң болды мен түсініп аламын Түсінсең деп қойшы. қанат Ол бүйтпей-ақ қойшы. Бүйтші қанат бүйтпей-ақ қойшы. Түсінсең сразу бүйт. Мен түсінемін да, ары қарай көшіп. ойланамын да тағы да астарлап Қанаттың қолында мынау басқа не смыслда кетеді. Просто бізде не қылды бірінші бөлімнің соңғы сұрағы қалды жетінші сұрақ онда менің жауабым есептелмей ақ қойсыншы өздерің ойнай беріңдерші болмайды есептемейді ана жақта редакторлар кеттік соңғы жетінші сұрақ наушник киеміз түйе 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 су түйе түйе арқасында өркеші бар түйе болды түсіндім. болды ма түйе жауап түйе ма түйе болды, болды ма түйе, түйе қоя түйе болды мәссаған не досрочный жауап болды ғой дейміз де Білдірмей өзім бір оқып болайын. басқа сұрақ болып шықпасын де білдіртпей өзім бір оқып алайын ұзақ оқыды Болды. Бүйтеді ғой. Абай, бүйтеді маған қарап тұрса бүйтеді ғой. білдіртпей қазір сұрақты оқышы енді осы сұрақ бірде сұрақ соғыш Жұмбақ, өзі үлкен жануар, үстінде 2 тауы бар. О, бәрекелді. бір екі бәріміз үш кетті бүйді ана бүйді шайнап төде түрсең үш сұраққа жауап ең жылдам жауап болды ғой ойпырмай сенсация жалпы рекорд болып тұр негізі бұдан алдыңғы сен или битсе десең болды сразу түсінемін ғой ең ұзын ең жүрген кезде де ешек болған кезде мынаны көрсетейікші сразу бұдан есінде болсыңдар ше екеуің кейін қазір ақылдасып аласыңдар екеуің де ұмытып тұрған жоқсыңдар ғой негізі так жігіттер бірінші бөлім Ди бітті Каприо болса мен көрсететін шығарсыңдар бірінші бөлім бітті 7 сұрақтың 3-еуіне дұрыс жауап бердік тағыны 4-еуден ішінде 2 сұрақ менің кесірімнен жауап берілмеген шығар енді 2-еуіне мен кінәлімін екеуіне медеттің өзі кінәлі дұрыс емес түсіндірді Дұрыс емес. Өнер алып қыз. Не болса да шоқшитып көрсеттім. Қонақ қой. тілін көрсетті да ойылмайды ма тілі в общем шәкірттің екеуің бүгін енді в общем қарқымадыңдар шәкірт медет дәл қазір біз 7 сұрақтың 3-еуіне ғана жауап бердік ол деген сөз қазір бізде супер ойын басталады супер ойында сенде 3 минут уақытың бар супер ойынның ережесі абай қалай енді мынандай ғой сен 3 минутпен қоса қазір 300 мың теңге бізде ұтыста жалпы әр сұрақ бізде 100 мың теңгеден
Бізде қазір 300 мың теңге бар ма? Енді қазір сенде 3 минут бар ғой, біз саған кезегімен түсіндіреміз. Уақыт тоқтамайды, секундамен артқа қарай айнала береді. 3 минуттың ішінде біз әрқайсымыз бір сұрақтан сен 4 сұрақ қойып үлгеруіміз керек. Сен және де сол 4 сұраққа жауап берсең, біздің супер ойында 500 мың теңге бар, қосқанда 800 мың теңгені біз барлығымыз бірге ұтып аламыз, яғни 800 мың теңге ұтысқа ие боламыз. Мысалы, сұрақ қойған кезде уақыт тоқтамайды да, сен жауап мынандай деп айтпайсың, әр жауапты айта бересің. Мысалы, жаңа түйе бар ғой, түйе, жылқы, ешкі дейсің. Мысалға, түйе деп дұрыс жауап болған кезде мынандай жасыл свет жанады. Ары қарай біз кете береміз. Түсінікті ғой? Болды, түсіндім. Жалпы, міне, Так, жігіттер, онда былай қылайық, кім бастайды? жігіттер, Кім мен бастайды? бір нәрсе алдарттарынан қарап отырмын да, мына жанса да елемей ары қарай. Ол жасыл жанса мен өзім айтқан. мен жақсы түсіндірем ғой, мен түсіндірейін ба? Бірінші енді не алайық? Уақыт үнемдеңдер. Өстіп кетіп бара жатады, сөйлеп жатады. Міне осы жасы жанады. Ары қарай өзіміз сұрақ дұрыс деп не ала береміз. Жігіттер, суперфинал 500 мың теңге ұтып алайық бірге. Кеттік, давай. Қара. Көксерек кино, көксерек. Көксерек. Давай. Қасқыр. Қазақтың соңғы ханы. Не болды? Қазақтың соңғы ханы. Не алдыйда? Қазақтың соңғы ханы. Хан. Кенесары. Абылайхан. Кенесары. Абылайхан. Қазақтың соңғы ханы. Кенесары. Қазақстанның ең ірі жетекші саяси партиясы. Партия Нұр Отан. Партия Нұр Отан. Әнұран ба? Әнұран? Қазақстанның ең ірі жетекші саяси партиясы Нұр Отан. Нұр Отан. Нұрсұлтан. Давай. Кока-кола. Не деген? Давай сұрақтарымызды оқиық енді. Менен бастайын. Адам қолында өскен, бірақ адамға қиянат еткен қасқырдың бөлтірігі туралы көркем фильм. Көксерек. Ұзақ түсіп қой. Дөндіретін деп оқыдым ғой кәдімгі. Не істейсің енді? Сендер ежелеп отырмай. Мен жаңа Абайдікін бірден түсіндім да, мен Сәкен сенің түсіндіргеніңді мен еш түсіне алмадым. Сен сұрағың қандай? Қазақтың соңғы ханы. Не деп түсіндірдің енді сен? Мен ханды қалай түсіндіретінін білмей, тек қана мына ерінен оқып алатын шығар деп сұрақты былай айтып бұны түсіндіргенше, мен түсіндіргенше бүйтеді. Хан деп былай көрсетемін деп ойлағаным. Жоқ сияқты. Қазақтың соңғы ханы. Қазақтың соңғы ханы дейді. Сәкен. Естімей атырау деген адам сөйтсе жақында алады да. Қазақтың соңғы ханы дейді. Не олай үшін былайынан бүйтіп түсіндірген. Ең басты үлгердік қой. Менің жауабым мощный болды. Кене? Сары дедім мына. Кенесары. Кене қалай көрсеттің? Кенеде кәдімгі кене бүйтіп жүретін сөйтіп сары дедім. Бірақ мен түсінбедім. Қасқыр қайтып жүреді сонда? Қасқыр беті жүреді ғой. Мен сұрағым. Көксерек те сразу айттым ғой міне. Фильм Көксерек. Фильм болса да мынандай болды. Фильм деген сәл басқаша түсінбедім мен. Менің сұрағым. Қазақстанның ең ірі жетекші саяси партиясы Нұр Отан деп жатыр ма? Нұр Отан. Аузыма оқыдың ба? Менікі Криштиану Роналду өзінің алдынан ысырып тастаған сусын. Бірден Кока-кола. Менікі оңай болды негізі. Сразу Кока-кола. Міне. Кока-кола да.
Мінеке, құрметті достар, ойынды өздеріңіз көрдіңіздер. Медет Досқанаев бүгін бізде қонақта болды. Супер ойында 4 сұрақтың бәріне жауап беріп, 500 мың теңге, алдыңғы ойында 300 мың теңгесі бар, 800 мың теңге. Құттықтаймыз. Әрине достар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің ойынымызға демеушілік жасаған Мобил бір центр компаниясына үлкен алғысымыз шексіз. Аман болыңыздар. Келесі айқай лайкта жолыққанша.